Баршаңызға қайырлы күн достар, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен езілмейтін, жыртылмайтын, қамыры жұп-жұқа болып шығатын өте дәмді мантының рецептісімен бөлісемін. Мантыға қамырды дұрыс үйлеу жолдарын және де салмасын дайындауды көрсететін боламын. Сіздер де видеоны соңына дейін көріп, менімен бірге болыңыздар. Ең алдымен осындай салқын суымызға 1 шай қасық тұзымызды және де 1 жұмыртқамызды жарып саламыз, және де 1 ас қасықтай сұйық майымызды қосып, осылардың барлығын біркелкі масса болғанша жақсылап араластырып аламыз. Енді осы массамызға електен өткізілген ұнымызды салып, қаттырақ қамыр илейміз. Қамырымыз біздің міндетті түрде қаттырақ болуы қажет. Және де мен бұл жерде 500 грамм ұн қолдандым. Сіздердің ұндарыңыздың тығыздығына және де жұмыртқаның көлеміне де байланысты болады. Ұн кішкене көбірек кетуі мүмкін. Байқап қарайсыздар. Қамырымыз қаттырақ болуы міндетті. Мантының қамыры жақсы шығуы осы үйленуіне байланысты, сондықтан жұмсақ қылып қоймай қатты қылып илейсіздер. Және де осында бірікпей жатса, кішкене су қосуға болады. Қамырымызды қолымызбен жақсылап илеп, иін қандырып, 5 минуттай осылай жақсылап басып алатын боламыз. Және де салафан қалташасына салып, 15-20 минутқа иін қандыруға қоямыз. Енді салмасын дайындайтын боламыз. Салмасына осындай пияздарымызды ұсақтап турап аламыз. Және де мен фаршы майлы болғандықтан осындай 2-3 картошка қолданатын боламын. Оны да осындай майда 4 бұрыштап турап дайындап аламыз. Мен қазір мантыға фаршты өзім қолдан тартып алдым. Қойдың төсінің етек жағындағы және де қабырғасының етек жағындағы майлы еттерді осылай тартып алдым. Фаршы майлы болғандықтан құйрық қоспаймын. Фаршымызға ұсақтап туралған пиязымызды, картопымызды қосамыз. Дәміне қарай 1 шай қасықтай тұз салдым. Мен етім тұзды болғандықтан тұзын көп салмадым. Жарты кесе су, қара бұршымызды салып жақсылап араластырамыз. Біздің мантымыз сочны күшті болып шығу үшін осы пиязын көбірек қоссаңыздар өте дәмді болады. Және де фарштарыңыз майлы емес болатын болса, міндетті түрде құйрық қосыңыздар. Міне біздің салмамыз дайын. Енді қамырын дайындайтын боламыз. 15-20 минут ие қанып тұрған қамырымызды алып, тағы да жақсылап басып, күлшелеп дайындаймыз. Қамырымызды қайтадан салафан қалташасына қойып, 5-10 минутқа қалдырамыз. 5-10 минуттан кейін алып, тағы да кішкене басып жібереміз да қолымызбен. Видеода көрсетілгендей бастапқыда осылай жұдырығымызбен басып жұқартып аламыз. Кейін оқтаудың көмегімен видеода көрсетілгендей кішкене жұқартыңқырап, одан кейін нанымызды оқтауға орап, видеода көрсетілгендей 2 шетін баса отыра жайып аламыз. Менің осы күлше менің оқтауымнан асып кетті. Сондықтан сіздер осы рецептпен жасасаңыздар, міндетті түрде күлшені 2 бөлікке бөліңіздер. Менің қамырым үлкен болып, оқтауымнан асып кетіп, кішкене жайған қиындық туғызды маған. Сондықтан менің қателігімді сіздер қайталамаңыздар. Оқтауларыңыз кіші болса, қамырдың шет-шеті онша дұрыс жайылмай қалатын болады. Сондықтан осы күлшені міндетті түрде 2-ге бөліп алыңыздар. Мен оқтауымды ауыстырып алдым. Енді осыны жақсылап жұқа етіп, қамырымызды жайып аламыз. Мантыға қатты жұқа қылып жіберудің қажеті жоқ. Достар, қазақша футболдың дамуына үлес қосып, менің каналыма тіркеліп, лайк басып, қоңырауша белгісін басып қойып, менің қолдауларыңызды сұраймын.
Сіздерге барынша түсінікті болсын деп барлығын осылай түсіріп дайындадым. Видеоға дұрыстап қарасаңыздар, нанның қалыңдығы барлығы көрініп тұр. Енді осыны тура видеодағыдай қамырымызды осылайынан бір алақанымызды қоя отыра кесіп аламыз. Енді жаңағы қамырларымызды жазып, бір-бірінің үстіне қоямыз да төрт бұрышты етіп кесіп шығамыз. Міне қараңыздар, осындай жұп-жұқа әдемі қамырлар дайын болды. Енді қамырларымыздың барлығын столымызға жайғастырамыз. Үстінен салмасын салып, түйіп дайындаймыз. Екі шеттерін бір-біріне біріктіріп, осылай видеода көрсетілгенде түйіп аласыздар. Өз қалауларыңызша түйулеріңізге болады. Осы кезде манты қазанның кастрюліне су қойып қойды, ұмытпаңыздар. Енді манты қазанымызды жақсылап майлап аламыз, қалыңырақ етіп. Менде манты қазанымның осындай табақтары 3-еу. Осымен бір манты қазан, осы рецептпен осындай бір манты қазан манты шығатын болады. Барлығын әдемілеп салып алғаннан кейін үстілеріне беттері қаязып қалмасы үшін осылай жұқалап майлап шығатын боламыз. Және де қайнап тұрған суға қойып 45 минут аралығында пісіріп аламыз. Міне біздің осымен мантымыз дайын болып шықты. Өздеріңіз қарап отырсаңыздар, астылары жабыспай, жыртылмай керемет болып шықты. Міндетті түрде осы рецептпен жасап көріңіздер сіздерде. Қамырлары жұп-жұқа, өте дәмді, сочный манты болды. Видео ұнаса лайк басып, каналыма тіркеле кетіңіз. Назарларыңызға рахмет.